Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен бір қамырдан екі түрлі бәліштің рецептісін дайындайтын боламыз. Яғни сосиска в тесте мен духовкада пісірілген пирожкиді дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі жылы сүт, содан соң 1 шай қасық тұз, содан соң ашытқымызды салып, жақсылап араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан соң бетін ашып, ұнымызды електен осылай өткізіп салып, жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Қолға жабысатындай массаға жеткен кезде қамырымыз дайын деген сөз. Содан соң бетін осылай пищевой пленкамен жауып қойсаңыздар болады, немесе бетін жабылатын құрғақ майлықтармен жауып қойсаңыздар да болады. Қамырымызды 30-40 минутқа бір шетке қойып, жылы жерге осылай көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Сосын дайын болған қамырымызды осылай бетін ашып, майлап, жақсылап майлап алатын боламыз. Сол кезде өте жақсы болып шығады. Қамырымызды осылай ұзынша етіп, көріп тұрғандарыңыздай зуаланы жайып алдым. Содан соң шетінен өлшемей кесіп алдым. Осы бөлшектерге бөліп, оны тағы да 2-ге бөліп алдым. Содан соң домалақша етіп домалақтап алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай жақсылап домалақтап алдым. Содан соң сосиска в тесте жасайтын болғандықтан осылай халал өнімнің сосискаларын алып, олардың қабығынан ажыратып, жылы суға салып алсаңыздар болады, немесе жылы суға салмастан істете берсеңіздер болады. Әркімнің қалауы әртүрлі, өздеріңізге қалай ұнайды, солай дайындап алсаңыздар болады. Барлығының бетін осылай ашып, жақсылап жуып алған негізі дұрыс деп ойлаймын. Менің арнамда сізге ұнайтын видеолар табылады деп ойлаймын. Маған тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Содан соң мен өріп жасадым. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар да болады. Немесе осылай өріп жасасаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Көріп тұрғандарыңызда осылай 4 бөлікке бөліп, 2 шетінде осылай кесіп аламыз. Содан соң жаңағы сосискамызды ортасына қойып, ең соңғы бөлігін осылай жанына көтеріп, осылай өріп алатын боламыз. Өте оңай. Осылай жасасаңыздар, дәмі де, түрі де әдемі болып, тәбет ашарлықтай болып тұрады. Тағы бір рет көрсетіп жатырмын. Осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Содан дайын болған соң осылай листімізге теріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай алдымен пергамент қағазын төсеп астына, немесе астына май жағып салып алатын боласыздар. Дайын сосискамыздың үстіне осылай жұмыртқаларымызды жағып, бетіне өз қалауларыңызша күнжіт немесе мак сеуіп алсаңыздар болады. Жұмыртқаның сағырсы мен ағын араластырып жаға беремін. Мен біреулер сүт қосып жағады. Олай да жақсаңыздар болады, өте жақсы болып шығады. Жұмыртқаны жағып, бетіне күнжітті сеуіп, 5 минутқа қойып қойдым, немесе сеппей, жұмыртқа жақпай тұрып алдын 5 минутқа кішкене көтерілгенше қойып қойсаңыздар болады. Міне дайын болды. 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Содан соң екінші қамырымызға осылай картошкамызды салып алатын боламыз. Бұл екінші салмасы. Дәмі де өте жақсы болып шығады. Мен бұны алғаш рет жасап тұрмын. Маған өте қатты ұнады. Сіздерге де кеңес беремін, жасап көріңіздер. Қамырдың ортасына кішкене қасықпен салып, осылай өріп алсаңыздар өте тартымды, әдемі болып көрінеді екен. Міне менде уже дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Содан соң оны осылай домалақ листке теріп алдым. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сепкен жоқпын. Өз қалауларыңызға қарай жасап көрсеңіздер болады. Менің арнамда сіздерге ұнайтын басқа да рецептер бар. Маған тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Гүлшат. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.